Мына видеоны қараңыздаршы. Сіз қаншада? 38-де толам. Қаншада? 38-ге толам. 37-де толық. Бір айда 38-де толам. Мама. Yok. Мен сізді примерно бір 48 ба деп ойлап тұрдым жаңашы қазір. 37-де. Біздің қасымызда 42-дегі әйелдер жүр ғой. Түрлеріне қарасың менімен жас сияқты. 6 баласы бар. 4 балам бар. Қатты кетіп қапсыз. Қайда өзіңізге қарау деген нәрсе қайда? Жоқ, қазіргі ойым тек ерекше баламда. Ерекше балаңыз ұл ма қыз ба? Ол. Бәрекелді. Басқалар ше? Басқалар жақсы. Неше балаңыз бар? Төртеу. Төртеуі ұл қыз? 3 ұл, 1 қыз. Құрметті достар, орыстарда беспардонный деген сөз бар. Ұятсыз тұрпайы ойына келген істейді деген білдіреді. Дәл осы сөз мына жігітке арналған сияқты. Ерекше балаңыз несімен ерекше емінді? Аутизм. Аутизм? Аутизм деген общий диагноз емес па, нақты айтсақ? Не ғой? Рас дейді, сөйлей алмайды. Жан жүрелерін танымайды. Задержка ғой. Задержка, иә? Психолог родитель. Негізінен де көп балалы ананы, оның үстіне ерекше баласы бар екен. Көпшіліктің көз алдында дәл осылай масқаралап, әжуалау, өзінің сөзін бір адамды құрбан ету арқылы елге өткізіп көруге тырысудың өзі тұрпайылық барып тұрған. Тіпті бұл енді адамгершілікке, моральдық тұрғыдан да ешқандай этикаға жатпайды. Сондықтан да жаңағы беспардонный деген сөзге оралайық. Пардон деген кешірім, без деген жоқ деген сөз, кешірім жоқ деген сөз, кешіруге болмайды бұндай азаматтарды. Заң алдында да, ар алдында да. Жалпы біздің психолог мамандардың көбінде диплом жоқ екенін білесіздер ме? Менің өзім бірнеше рет солардың көмегіне жүгінбекші болып сұрап көрген едім. Дипломыңызды беріңізші, көрсетіңізші деген кезде көрсетпейді дипломдарын. Бәрінікі көбінде сертификат, бір курсты өтеді, бүйтеді, сөйтеді деген сияқты. Бірақ бір курстық сертификатпен сіз қалай бір адамның жанын емдейсіз? Бұл рухани ем, бұл жан ауруын емдеуге бағытталған мамандық. Негізінен менің өзімнің мамандығым психолог-педагог, бірақ солай бола тұра мен ешқашан ешкімге ақыл айтып көрген жоқпын. Психология деген біреуге ақыл айту деген сөз, оның өміріне жауапкершілік алу деген сөз. Егер де осылай емдей алмай, елдің көзінше масқаралайтын болса, адамды жаңағы азаматтың өзі заң алдында жауапкершілікке тарту керек еді, көп балалы ананың. Себебі абыройына, оның баласына мысалға нұқсан келтіріп отыр. Неге? Сіздер байқайсыздар ма? Ресейде де, біздің елде де дәл осылай аутизм баласы бар аналарды, ата-аналарды кемсіту белең алып бара жатыр. Бұның бір ғана себебін айтайын, себебі аутист баласы бар адам басқа шаруасы жоқ оның. Тек қана барлық шаруасы балада. Ол бала 24 сағат, 24-те 7 ояу жүреді деп айтсақ болады. Таңнан кешке дейін тынышсыз мазаны алады, жылайды, айғайлайды. Ананың екі басы жоқ, бір ғана басы бар, бір ғана жаны бар. Өзі креслде шығасың, сондай аналарды көрсеңіздер, ұйқылы ояу шаршап жүреді. Себебі балада, баламды адам қылсам екен, баламды тұрғызсам екен, баламды ер жетсем, осы балам адам болып кетсе екен деп күндіз түні шаққылап жүреді. Жәнегіндей өзіне қысым көрсеткен немесе масқаралаған адаммен алысатын уақыты жоқ. Ондай адамдармен сізбен біздер алысуымыз керек. Елдің алдында кешірмей, жауапкершілікке тарта беруіміз керек, қымбатты көрермен. Сондықтан бізде енді мына психологтарға, коучтарға қатысты заң қабылданайын деп жатыр. Соған міндетті түрде біздердің мәжіліс депутаттары осындай мәселені жауапкершілікке алғызу керек деп ойлаймын. Ерекше баласы бар адамдарды масқаралаған, мазақтаған азаматтар, мамандар тек қана әкімшілік емес, қылмыстық жауапкершілікке тартылуы керек.